Бізде келесі бөлім ол модульдік және квадрат теңдеулер. Модульдік теңдеулер жалпы кітапшаларда бұған есептер аз келеді. Жалпы бірақ модульге қатысты теңсіздік, не болса модульге қатысты нәрселер келуі мүмкін, бірақ именно модульдік теңдеулер ол бір кітапшада бір, екеу келуі мүмкін, или бір кітапшаларда мүлдем келмеуі мүмкін. Жалпы түсіндіре кетейік. Бірінші модуль дегеніміз оны білесіздер, жалпы ол мынандай тік жақшадан тұрады, ішіне тек оң сан шығу керек. Сонда егер модульдің ішіне осындай бір айнымалы берілсін дейік, x модульдің ішінде берілсін, x минус а, x минус а-ның орнында тұруы мүмкін. Сіз қарамаңыз, тек x минус 2 болуы мүмкін, мен теңдеуімде жоқ, ондай емес. 3x минус 4 плюс 5x минус 2x квадрат, осының бәрі модульдің ішінде болуы мүмкін. Яғни сіз x минус а дедім бе, сіз мысалы мында модульді алып тастадым ба, сізде дәл мінде модульді алып тастадым. Яғни осындай бір күрделі нәрселер болуы мүмкін да, мен просто оңай болу үшін сіздерге ғана x минус а деп бір қысқаша жаза салдым. Модульді теңдеулерді шешу үшін не істейміз? Былай жасаймыз. Бірінші модульден құтыламыз. Дәл осыны алып тастаймыз да, осыны сол күйі көшіріп жазамыз. x минус а тең болады 2, x минус а тең болады 2. Көшіріп жаздық. Енді модуль болғаннан кейін одан ішіне теріс санда шығуы мүмкін, теріс сан шығымның алдына минус қойылуы мүмкін. Егер ішіне теріс сан шыққан жағдайда не істейміз? Дәл осы модульдің ішін қайтып көшіріп жазамыз, бірақ v-ның алдына минус қоямыз. Бұл жүйе. Осында екі вариантпен шығарамыз. Яғни мысалы мынаны алып тастап, құр өзін бүйтіп жазып шығара салсаған, ол дұрыс болмайды. Уже бір жауап қалып кетуі мүмкін. Не болмаса, мынаны алып тастап, мынаны жазып салсақ, ол да болмайды. Бізге не істейміз? Жүйе болғаннан кейін, яғни екеуі де жауапқа кіреді. Мысалы, мынадан 3 шығуы мүмкін, мынадан 2 шығуы мүмкін. Екі түрлі вариант шығуы мүмкін. Бірақ модуль болғаннан кейін ол екеуі де дұрыс жауап болып есептеліне береді. Енді осындай жүйе құрып аламыз. Мынаның сыртында не тұр? Мынаның сыртында v минус ax плюс с, осындай ұзын нәрсе тұруы мүмкін, не болса осындай бір сан тұруы мүмкін. Минус қой деді ма, бітті. Мынада не тұр? Мысалы, полностью жақша қыламыз, сыртына минус қоя саламыз, болды. И минус қоймай көшіріп жазамыз, және теңдіктің оң жағынан минус қойып бір көшіреміз. Осылай шешеміз. Ары қарай сіз мына x минус а тең болады v дегенді шешуді білесіз, x-ті қалдырасыз, оны кері таңмен өтсеңіз, сол анау ары қарай білесіз уже модульдік теңдеулер. Енді мынандай бірнеше модульден тұратын теңдеу не теңсіздік болуы мүмкін. Енді ондайларда өте сирек кездеседі, бірақ мың кітапшада кездеседі ондай. Мен оны бөлек сабақта түсіндіремін. Пока сіздерге осындай мынандай теңдеулер келген жағдайда шешуді үйреніп аласыздар. Енді модуль аса көп келмейтін болғаннан кейін бізде основной уақытты квадрат теңдеулерге бөлейік. Квадрат теңдеу ол өте көп уақыт алады, және көптеп кездеседі, көптеп шығаруды талап етеді. Квадрат теңдеу білесіздер, квадрат теңдеу аты айтып тұрғандай, квадрат деген ол 2 дәреже. Біз жаңадан бері ax бөлшектің үстінде, x астында болғанда, түбір астында болғанда бәрін айтып жатырық, бірақ x-тің ешқайсысына біз квадрат қойған жоқтығымыз. Ал енді осы жол квадрат қойылды ма, бітті, ол уже не деп аталады? Квадрат теңдеу деп аталады. Квадрат теңдеу негізгісін былай айтылады. ax квадрат плюс bx минус c тең 0 деп айтады. Бұл теңдеуді былай беруі мүмкін. Сізге мысалға 3x квадрат минус 2x плюс 4 тең болады 0. Қарайтын болсақ, үшеуі де 3 түрлі, мысалы 2x-қа 4-ті қоса алмайсыз. 3x квадраттан 2x-ті азайта алмайсыз, қарайтын болсақ. Уже ары қарай ешнәрсе есептелмейді. Қосылып азайтылмайды. Осындай квадрат теңдеу берілген кезде біз оны қалай шешеміз? Оны шешудің мынандай жолы бар, дискриминант деген. Дискриминант алу үшін бізде қараймыз, мына үш мүшенің үшеуін тани алуымыз керек. Қарайық. Бірінші мүше не деп тұр? X-ің квадраты бар, қасында бір сан бар. Енді бұл 1 болуы мүмкін, қандай да бір сан болуы мүмкін. Квадрат мүше және де бір дәрежелі x-тің мүшесі және бос мүше, қасында ешқандай x жоқ. Енді мына x-тің бір дәрежесі тұрған нәрсеге қараймыз осыған. Сөйтеміз де x-тің алдында не тұр? Мысалы, мына жағдайда 1 тұр. Кей жағдайда мысалы 3x квадрат мысалға плюс x минус 4 тең болады 0 дейді. X-тің алдында ешқандай сан жоқ сияқты, бірақ не бар? 1 деген сан бар, 1 көбейту. X-тің алдында тұрған санды қараймыз да, соны аламыз бірінші. Аламыз да квадраттаймыз. Дискриминант d тең болады. X-тің алдында тұрған санды квадраттаймыз. Сөйтеміз де міндетті түрде азайту қоямыз. Ол мына жақтағы таңбаға қарамаймыз. Ол плюс бола ма, минус бола ма, ол бәрібір, бірақ мына жерде міндетті түрде минус болады. Минусты қоясыз, 4-ті қоясыз, ол 4 ешқайсысына тәуелсіз. Себебі неге? Ол формулада солай. v квадрат минус 4ac деген. Мына x квадраттың алдына қараймыз. Bir тұрма қандай сан тұр, соны әкеп қоямыз. С-ға қараймыз. С-ның алдына қараймыз, таңбасымен қосып алып жүреміз. Қандай сан тұр, соны қоямыз. Енді v-ның алды теріс болса да, оң болса да, біз жақта квадраттаған екен, ол міндетті түрде оң сан шығатыны белгілі. Осыдан бір сан шығады, дискриминант есептейсіз.
Өйткені бұл жерде 2 жоқ қой, v квадрат минус 4ac. Бір сан шығады, мысалы 25 деген сан шығуы мүмкін. 25 ол 5-тің квадрат. Міндетті түрде бір квадрат болу керек, или бір нақты сан шығу керек. Осы 5-тің квадраты или бір сан шыққан кезде не істейміз? Мына жерге келеміз. Уже есеп шешу. X-тің бірінші шешімі дейтін да. 1 және 2 дедік. Себебі неге? Өйткені 25 ол плюс 5-тің де квадраты, минус 5-тің де квадраты. Яғни, мұнда дискриминантты қоямыз дедік қой. Дискриминанттың онда плюс 5-ті де қойып бір жауап шығарамыз, минус 5-ті де қойып бір шығарамыз. X-тің бірінші мүшесін табамыз. Мұндағы v плюс еді, алдына минус қойдық. Неге? Өйткені формула солай. Мұнда тұрған v-ны, яғни ең соңғы есептің шешімін табу үшін, мұнда v-ның алды плюс болса, минус v деп аласыз. Егер v-ның алды мұнда егер минус болып тұрса, онда минус v и сыртына тағы минус қоясыз. Не болады? Алды плюс болады. Қысқасын айтқанда, мынарда v-ның алды қалай? Дәл соған қарама-қарсы таңбаны алып қоясыз мұнда. Сөйтесіз да, бірінші плюсмен алайық. Плюс мысалы сізде 25 шықты, 5-ті аласыз. Мысалы енді бізде d-ны бірінші плюс қылып аламыз. 25-ті әкеп мынарға қойып, азайтсақ болмайды. Өйткені оны түбір астынан шығаруымыз керек. Мысалы, мынарда түбір астынан шығардық. Демек, мына жерде шығарып жеттік түбір астынан. Сөйтеміз де осыны бөлеміз 2 көбейту а-ға. Мысалы, біздің жағдай неше тұр? X квадраттың алдында 3 тұр. Формула бойынша 2а деген 3-ті қоямыз. Или көп жағдайда x-тің орнында мына x квадраттың алдында 1 тұрады. 1-ді жазсақ та болмайды, жазбасақ та болады. Бұл түбір астынан шығарасыз, сан шығады. Сол санды мынаған кері таңбасымен қосып 2-ге бөлесіз. Болды, бірінші жауап шығады. Енді дәл екінші жауап болса ұнсайды, ол екінші жауап. Екінші жауап десілік. Біз жаңа плюс 5 салдық қой, енді минус 5 аламыз. Неге? Өйткені дискриминантта бір сан шықса 49 шығуы мүмкін, 25 шығуы мүмкін, 16 шығуы мүмкін. 25 плюс 5-тің де минус 5-тің де квадрат. 16 ол плюс 4-тің де минус 4-тің де квадрат. 49. Дәл сондай, бәрі екі таңбалы. Сондықтан дискриминанттан екі түрлі сан шығады. Плюсы де, минусы де. Плюсын қойып бір жауап шығарамыз, минусын қойып бір жауап шығарамыз. Сондықтан біз айтамыз, x-тің бірінші және екінші шешімі деп. Одан екі шешім шығып отырады. Бірінші және екінші. Азайтып етке білесіз, енді жалпы екінші шешім түсінікті деп ойлаймын. Өйстіп шешіп отырасыз. Енді осыған қатысты нәрсе, мысалға, мынандай бір квадрат теңдеу берілді, x квадрат плюс 2x минус 3 тең болады 0. Шеш дейді. Не істейсіз? Сіз уже мына формуланы жаттап алды деп есептейік, сразу біз шығарамыз. Дискриминант тең болады, так, v-ның алды. 2 тұр квадраттайсыз. Минус 4 көбейту, так, мұнда 1 бар, көбейтем, мұнда минус 3. Минус 3 бар, тең болады, неше? Минус 4, минус 3. Плюс 12 болады, 1-ді көйтсек, ештеңе өзгермейді. Плюс 12, 4, қоссақ 4-ке 16 болады. 16 тең болады, плюс минус 4-тің квадраты. Енді формула бойынша x-тің бірінші және екінші мүшесі теге, біз жеке-жеке жазып жүрмейміз. Біз бірінші, екінші мүшесі деп сразу жерге қоямыз. Енді қарайық, мұнда плюс 2-де, мұнда минус 2 қылып аласыз формула бойынша. Плюс минус деп аласыз да, мұнда не шықты? 4. Үйтіп жазасыз. Бөлінген 2 көйту а-ның орнында 1 тұр. Енді оны жазып қажет жоқ. Енді сіз бірінші бүйтек, минус 2 плюс 4 қанша болады? 2 болады, 2-ні 2-ге бөлесіз 1. Енді минус 2, минус 4, минус 6 болады, 2-ге бөлесіз минус 3. 1 және минус 3, мынау есептердің жауабы болып есептелінеді. Квадрат теңдеуді осылай шешеміз. Енді квадрат теңдеудің түрлері бар. Мысалға, 3 мүшеден тұрады деді қояйық квадрат теңдеу. Ол 3 мүшенің біреуі тең болып, мысалы, с ең соңғы бос мүшесі 0-ге тең болды дейік. Мына с 0-ге тең болса, мына бірінші алдында тұрған мүшелерге қоссақ та, азайтсақ та ол ештеңе өзгертпейді. Яғни с 0-ге тең болды деген сөз, ол теңдеудің ішінде с жоқ уже. Есептемейміз. Сол кезде бізде қандай теңдеу пайда болады? Сынапта сызсақ, ax квадрат плюс bx тең болады 0. Плюс болуы мүмкін, минус енді әртүрлі. Осындай не пайда болады? Осындай теңдеуді қалай шешеміз? Не істейміз? Қарайық. Екеуінен ортақ бөлімге сан шығарып жүрміз. Мысалға 4x квадрат минус 2x тең болады 0 десе, екеуінен қандай санды ортақ бөлімге шығарамыз? Екеуіне де 4, 2, екінші жақ жағына шығарсақ болады. Екеуінде де x бар. X-тің ең кіші дәрежесі 1. 2x шығарамыз. Мұнда не қалады? 2x шығып кетсе, мұнда 2x қалады. Минус 1. Енді 2x-ті 2x-ге өтсек 4x квадрат, 2x-ті минус 2-ге өтсек, минус 1-ге өтсек, минус 2x шығады. Дәл сол шығады. Енді дәл осыған байланысты, так, енді біздің жағдайда не берілді? ax квадрат плюс bx тең болады 0. Екеуінен де x-ті жақ жағына шығарып жеттік. Біреу x квадрат, біреу просто так x. Біз не істейміз? x-ті шығарамыз жақ жағына. Мынадан 1x шығып кетсе, не қалады? Ішінде 1x қалады. И a-ның өзі тұра береді. a және x қалды. Мынадан өз бірақ x тұрады, сол x жақ жағына шығып кетті, не қалды? v қалды. Тең болады 0. Енді мынау x көбейту, жақ жағының ішінде тағы бір x бар, 0-ге тең болды. Не істейміз?
мына жақшаның сыртында тұрған нәрсені 0-ге 1 теңестіреміз. Мысалы, x тең болады 0, есепке саламыз. Ал егер мысалы 3 минус x болса, 3 минус x тең болады 0 дейміз де, x табамыз. X тапсақ не болады? Минус 3. Осылай есептей береміз. Плюс 3 болады екен мұнда. Сыртында тұрған x-ті 0-ге 1 теңестіреміз, жақшаның ішін теңестіреміз тағы. ax плюс v тең болады 0. Енді x достарын табамыз. Мынандай теңдеу шешуді білесіздер уже. Уже бұдан да не шығады? Біреуінен 0 шығады, біреуінен мына жауап шығады. Или екі жақшаны теңестіргені шығады. Енді бізде тағы бір жағдай болуы мүмкін. Ол ортадағы vx тең болады 0 деп есептейік. Vx тең болады 0. Или v тең болады 0-ге деп. V-ны 0-ге теңестірсек не болады? V 0-ге тең болса, 0-ді кез келген санға көйтсек, оны 0 қойып жібереді. Қасында x-тің орнына кез келген санды қойсақ, 0 қылады, сондықтан біз vx уже жоқ деп есептейміз. Сол кезде vx тапсақ не қылады? ax квадрат минус c тең 0 деген теңдеу болады. Мынау да квадрат теңдеу, мынау да квадрат теңдеу, мынау да квадрат теңдеу. Тек айырмашылығында мынау толық квадрат теңдеу, мынау толымсыз квадрат теңдеу. Яғни бір мүшелері жоқ. Енді не істейміз? Мынандай vx 0-ге тең болған кезде не істейміз? ax квадрат минус c тең 0 деген теңдеу болуы мүмкін. Бұл мысалға 3x квадрат минус 2 тең болады 0. Осындай теңдеу болуы мүмкін. Не істейміз? Минус c-ны плюс сығып өткіземіз және x-қа көйіліп тұрған a-ны мұнда бөлеміз. Сонда x квадраттың өзі қалады. Енді x мына квадрат болғаннан кейін екі жақта да түбір астына аламыз. Мына түбір мен квадрат жөліп кетеді, x қалады. А мына жақта түбір астынан плюс минус тағы да с бөлінген a деген сандар шығады. Түсінікті болды ғой, жалпы. Енді толымсыз және толымды квадрат теңдеулерді шешуді үйрендік. Енді бізде келесі үйренетін нәрсе ол Виет теоремасы. Енді мен мындай жерді босатсам, Виет теоремасы ол кездеседі, кездеспейді емес. Ол бұлай, x-тің мысалға мынандай квадрат теңдеу берілді, мысалы мындай жазып қойсақ, ax квадрат плюс bx минус c тең болады 0 деген квадрат теңдеу берілді. Осы квадрат теңдеудің екі жауабы бар, оны сіз білесіз. Нақты қандай жауап екен білесіз, бірақ квадрат теңдеудің әйтеуір екі жауабы шығады. Сіз білесіз, өйткені мынаған салам, өйтем екі жауап шығады. Оны сіз шығармай тұрып білесіз, екі жауап бар екен. Енді Виет теоремасында былай деп айтылады. Осы екі жауаптың қандай екенін білмейсіз, бірақ сол екі жауапты көбейткен кезде ол с бөлінген a-ға тең дейді. Ал с a деген не ол? Сізде берілген x квадраттың алдында тұрған саны ол a деп есептедік, с деген бос мүше. Мысалға x1 көбейту x2 нешеге тең болады? Қарайық, мына теңдеу қарайық. x квадрат плюс 2x минус 3 тең 0. с бөлінген a. с бұл жерде 3, a дегені 1. Сонда минус 3-ті бөлеміз 1-ге. Не болады? Минус 3 болады. x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 3 екен, бірақ ол пока қандай сан екені белгісіз. Екінші формасында Виеттің былай айтылады. x1 плюс x2 тең болады минус v бөлінген a дейді. Бізде v дегеніміз қанша? 2-ге тең. 2-ні 1-ге бөлсек 2 и алдында минус бар. Минус 2 болады. Енді қарайық. Енді біз мына жүйеге мән бересіз. Мынау артық. Екі сан, қандай да бір екі сан көбейтіндісі минус 3-ге тең, қосындысы минус 2-ге тең. Ол қандай сан болуы мүмкін? Ол минус 3-те 1. Уже сіз ойланысты айтасыз. Ол біреу минус 3, біреу 1 деп. Ары қарай бүйтіп шешіп жатудың керек жоқ. Виет теоремасы бойынша осылай. Шынында ал дискриминантқа салып тапқанда да минус 3 бөлінген 1 шыққан. Ал Виет теоремасында сағанда да осы шықты. Енді бұның не керегі бар деп айту мүмкін? Виет теоремасына қатысты есептер келеді. Или мынандай есептер берілген кезде сіз оны x1-ді көйтіп жазып жатпайсыз, қарайсыз, екенің бөлінісі минус 3-ті береді, қосындысы минус 2-ні береді. Значит, ол минус 2 деп сразу айтасыз. Ал оймен мынаны есептеп барып айту, ол уже уақыт алып кетеді страшно. Яғни бізде квадрат теңдеудің бірнеше түрлерін түсіндірдік, толымды, толымсыз, одан кейін Виет теоремасына қатысты, модульді теңдеулерге қатысты. Жалпы бізде бүгін негізгі тақырып осы квадрат теңдеулерге қатысты көптеп есептер шығару, яғни осыны үйрету. Теңдеудің ең басты бөлігінде осы квадрат теңдеу. Теңдеудің түрлері бар енді, логарифмдік теңдеу, тригонометриялық теңдеу, тағы бірнеше тақырыптар бар. Оны бірақ пока біз сізге логарифмді өтпегеннен кейін логарифмдік теңдеулерді болған алмадық. Тригонометрияда дәл солай. Ертең сол тақырыптарды өтеміз. Сол тақырыптардың кезінде біз сол логарифмдік теңдеулерге бір бөлім арнаймыз, дәл солай. Пока бізде квадрат, модульдік, жай теңдеулер, қарапайым теңдеулер, рационал, иррационал, жүйелі теңдеулерді шешуді үйрендік. Жалпы 7-8 тақырыпты осымен үйреніп тастадық. Енді келесі біздегі сабақтар ол практика сабақтары.